Сәлем баршаңызға, Бала Еркем YouTube каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлнар. Осы парақшаны, осы YouTube каналды жүргіземін. Бұл менің каналымдағы алғашқы видео. Бүгін осындай көптен ойлап жүрген ісімді іске асыруға шешім қабылдадым. Сондықтан мені алғашқы видеомен құттықтап қойсаңыздар болады. Осы видеоны көріп тұрсаңыз, подписаться батырмасын басып, мені қуантып қойыңыз, алдын ала рахмет. Олай болса, енді бірінші видеоны неден бастасам екен деп біраз ойландым. Соның ішінде мастер-класстар жасасам екен, әлде лайв видеолардан бастасам деп, бірақ менің қолымда қазір 2 дайын жұмыс бар. Осы қыста тоқылған, қыста басталып, көктемде біткен деп айтайын, өйткені қазір менде кішкентай бөпеміз бар, сол қолымды кішкене байлап, азырақ тоқып қалдым. Бірақ алдағы уақытта енді жаз келе жатыр, сондықтан жаздық киімдер ма, әлде жалпы аксессуарлар мүмкін тез-тез тоқылатын, кейде тіпті свитерлер, жемпірлер де болуы мүмкін. Сондықтан менің каналыма, егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, бір белгі беріп кетсеңіз, өте қуанышты болатын едім. Олай болса, көп созбай алғашқы видеодан бастайық. Қазір мен сіздерге Instagram парақшамда суреттер бар, соған салған болатынмын. Қызыл жемпір, яғни свитер. Бұл біздің жаңағы, біздің емес, даниялық бір дизайнер бар, Instagram жазып кетем. Сол дизайнердің жұмысы қатты ұнаған соншалықты тоқығым келді, бірақ интернет желісінде аударылған немесе өзіне орыс тілінде дайындалған мастер-класс жоқ екен. Сол бойынша, яғни өзінің парақшасына кіріп, сайттан, официальный сайттан сатып алып, өзім тоқып бастадым. Данияда жаңағы валюталары крон деп аталады, солармен кәдімгідей төлеп, ағылшынша алып, ол ағылшынша мастер-классты аударып, сөйтіп тоқыдым. Негізі білетін болсаңыздар, ағылшынша мастер-класстар сәл орысша біз үйренген орыс тілді мастер-класстардағы белгілерден сәл өзгеше болады. Сондықтан жаңағы өзінің условный знаки дейді ғой, анандай солардың барлығын аударуға тура келді. Сөйтіп жайлап негізі түсінікті тілеу, енді соны ары қарай өзім түсініп, ютубтан кейбір жерлерін қарап, кейбір жерлерін кәдімгі гуглдан қарап жүріп аударып алдым. Түсінікті болған сияқты, сәл-пәл ары қарай кейбір түсінбеген жерлерім өзім қосып жіберіп деген сияқты тоқып шықтым. Бұлай оригинал мастер-классқа 98% ұқсаған сияқты, тек қолдарын, ол жерде қолдары, жеңдері өте бір сәл широкилау, яғни жалпақтау болды, сондықтан оны сәл жіңішкерттім. Олай болса, мен сіздерге киіп көрсетейін, содан кейін видеоға түсіріп көрсетейін, детальдарын қазір видеоға түсіретін боламын. Келесі жұмысым менде осындай свитер, өзіме қатты ұнайды, қызыл цветі осындай насыщенный, өзіме әдемі жарасатын сияқты. Жаңағы айтқан даниялық блогерден алып жасап мастер-классымен тоққан деген свитерім осы. Өте әдемі, өте сапалы шыққан, жібінде өте нағыз, сол жерде белгіленген жіпмен де болмады, сондықтан өзімізде бар, жаңа Филата Итальяна деген Астана қаласындағы дүкен бар ғой, сол жерден супер джилинг, яғни бұл меринос, таза меринос жібі. 100% супер джилинг дегеніміз бұл меринос қозысының алғашқы жүнін, тек қана алғашқы жүнін қиып, жаңағы содан жасалған жіпті айтады екен. Ал екінші рет өскені ол уже меринос деп аталады. Яғни супер джилинг дегеніміз мериностың бір алғашқы түрі болып саналады екен. Өзім дегенді білдім. Өте жұмсақ, өте әдемі, түсі де қанық, денені қышытпайды мүлден. Жалаң денеге кисеңіздер де өте әдемі болып тұрады, қышытпай ыңғайлы болып тұрады екен. Бұл жіптің метражы туралы айтатын болсам, бұл жерде 100 грамда 1500 метр, яғни 100 грамм жіпте 1500 метр болады екен. Сондықтан маған 300 метр, яғни 100 грамда 300 метр қажет болғандықтан мен оны 5 қабаттап тоқыдым. Яғни 5 қабатталған жіпті тоқыған кезде 300 метрде 100 грамм болады. Сондықтан осылай өзіме ыңғайлы етіп алдым.
түсі өте қанық, әдемі. Былай жақындап қарайтын болсаңыздар, узоры өте ұнады маған қатты. Бұл жері мойны осылай тұрады, өзінің мастер-классында да осылай болып тұр. Және бұл узоры міне косы дейді ғой, косы сияқты кетеді. Және мына екі шетінде осындай изнаночная гладь дейді, дорожка сияқты болып тұру үшін. Және осындай регланные линии. Өте әдемі, ровно болып шықты регланные линияларым деп ойлаймын енді өзіме. Алғашқы бір осындай основной жұмыстарымның бірі. Негізгі үстіге киетін киімдерді бір жалпы саны бір 5-6 ма тоқыған шығармын жалпы саны. Бірақ барлығынан да ұнағаны әзірше осы болып тұр маған. Түсі де әдемі, қанық, жақсы таңдалған екен. Супер Джиллинг деген сапасы өте жақсы болады екен менің ойымша. Тек қана меринос сияқты емес, бір әдемі бір пушогы бар. Видеода жақсы көрінбеуі мүмкін. Қазір артқы камераға түсіріп тоже көрсететін боламын. Мынандай кішкене пушоктары бар. Қолы жалпы мастер-класста кішкене широкий болып тұр, қатты жалпақ. Бірақ мен өзім енді ыңғайсыздау болғандықтан, баламен жүремін, жалпы өзімізді бір жерде жүрген кезде сәл жалпақтау ұнамағандықтан мен кішкене қатты жалпақ қылмай, сәл узкилау, яғни сәл жіңішкелеу қылып тоқыдым, жалпақ қылмай. Негізі осындай сүйкімді, өте әдемі сияқты. Жалпы айтатын болсам, бұл регламен тоқылады, жоғарыдан бастап төмен қарай, және қолы осы жерден бастап былай тоқылады. Ешқандай шовы жоқ, тек шов мүлде жоқ. Мастер-класста кішкене қолында ұзынырақ қылып тоқыпты, бірақ мен опять же баламен жүргендіктен, жалпы өзім қатты жеңі ұзын киімдерді көп ұната қоймағандықтан, жеңін сәл қысқарақ тоқыдым. Қысқарақ болғанда өзімнің қолыммен дәл осылай білегімнен келіп тұратындай қылып. Негізгі осы, бұл өзімнің жасаған мастер-классым болмағандықтан қатты бір детальный обзор жасағым келіп тұрған жоқ. Бұл сатып алынған мастер-класс. Алдағы уақытта өзім осындай бір жемпірлер, осыған ұқсас жемпірлер тоқығым келеді. Егер соған жақсы мастер-класстар жасай алсам, онда сіздермен міндетті түрде осы YouTube каналда бөлісетін боламын. Негізі осы Супер Джиллинг деген жіп маған шынымен де ұнады. Егер де осындай бір плечевые изделия дейді ғой, осы сыртқа киетін кардигандар, бұл картный меринос деп те аталады, яғни Супер Джиллинг картный меринос, яғни кардигандарға, осы үстіге киетін кофталарға, свитерлерге шынымен өте жақсы келеді. Өйткені бұл қышытпайды, мүлде қышытпайды, бұл жалаңаш денеге киіліп тұр, яғни теріге де, бірақ ешқандай да бір дискомфорт болмайды. Қазір бізде бұл енді апрельдің соңы, қазір Астанада өте жылы, ыстық болып кетті, 23-24 градусқа дейін. Бірақ таңғы уақыттарда бір жерге киіп шыққанға өте ыңғайлы, кешкі уақыттарда тоже ыңғайлы. Бірақ негізі сол жаңағы августтың соңдарында киюге, қыста іште киюге өте жақсы. Сондықтан бұл менің гардеробымдағы ең бір сүйікті және өте ыстық мен үшін қатты бір сүйкімді киімдерімнің бірі болған сияқты. Өзіме өте қуаныштымын. Дәл осындай ашық, қанық қызыл цветті таңдағаныма да қуаныштымын. Негізінде басында бір серый ма, ақшыл ма, сондай түс таңдаған болатынмын. Бірақ содан кейін жолдасыма көрсетіп, қалай осы цветті қалай ойлайсың деп, өйткені оның да жаңағы маған жарасатын түстерді бір вкусы бар ма. Сондықтан екеуміз бірге осы түсті таңдадық. Түсі өте әдемі, маған ұнап тұр. Жалпы сол, енді келесі айтпақшы, бұл жіптен де өткен жаңағы кардиганнан қалған сияқты кішкене қатты көп нәрсеге жетпейтін кішігірім жіп қалды, содан мен өзім повязка тоқығым келеді. Тағы да айтатын, Астанада жалпы суық қалаларда повязка киген өте ыңғайлы, өйткені жел, постоянно жел болып тұрады. Осы март айларында өте салқын жел болады, сондықтан март, апрель айларында. Сондықтан сол повязканы тоқып, киіп, егер мүмкін болып жатса, соған байланысты мастер-класс түсіретін шығармын. Бұл алғашқы видео, мен былайда екі жаққа қарап тұрмын. Алдыңғы камераға түсіріп жатырмын, өйткені артқы камерада жаңа қайта түсіруге менде кішкене уақыт келмей тұр, сондықтан точно, чтобы кадрда болу үшін алдыңғы камераға түсіріп тұрмын. Бірақ қазір артқы камераға мынау видеоны жаңағы сәл кофтаның өзін кішкене түсіріп жіберетін шығармын. Түсінікті болу үшін,
Жақсы, олай болса келесі кездескенше деп айтайын. Келесі бұйыртса осындай егер де повязка тоқысам, соны мастер-классымен бөлісетін боламын. Келесі жұмыс осындай укороченный, яғни қысқартылып тоқылған кардиган. Түсі өзіме қатты ұнады, өте әдемі. Теплый цвет дейді ғой, осындай жұмсақ, өте жылы түс. Бұл кардигандар, яғни планкамен тоқылған. Планкасы осындай ұзын болып тұрады алдында. Бір кемшілігі, бұған әлі мен түйме таппадым. Астана бойынша іздеп, бір үлкенірек түйме, акцентированный түймелер болады ғой, сонда іздеп едім, әлі таппадым. Кішігірім түймелер болды, бірақ оны ұнатқан жоқпын. Осындай түсте түйме іздеп жүрмін. Түйме тапсам өте әдемі болатын еді. Бірақ енді қазір күн жылы, сондықтан осылай алдын ашып, таңертеңгі уақыттарда, кешкі уақыттарда киіп жүруге өте әдемі сияқты. Арты осындай қысқа. Өте сүйкімді сияқты. Бұл ешқандай мастер-классыз өзім жай просто жіпті алып, бізді алып, солай бастап кеткен жұмыс. Қолдары бөлек тоқылды, екі қолы арқасы бөлек тоқылды, және екі алды бөлек тоқылып, және бір-бірімен осылай тігілді. Тігіліп тоқылған жұмыстарды мен негізі өте қатты ұнатамын деп айта алмаймын, өйткені сәл ыңғайсыздау. Оны мысалы тоққаннан кейін оны тігу керек, тағы бір қосымша жұмыстар сияқты болып тұрады. Сондықтан негізі мен бастан аяқ бірден былай тоқып шыққанды жақсы көремін. Бірақ дәл осы жұмысым кішкене жаңағы шивной дейді ғой, яғни тігіліп тоқылып, содан кейін біріктірілетін жұмыс болып саналды. Бірақ дегенмен де өте ұнады. Негізі былай жақсы болып шыққан сияқты. Бұл енді кәдімгі обычный кардиган. Мына жері енді сәл кигеннен кейін бұл жаңағыдай түзеліп кетеді деген ойдамын. Бұл жіптің құрамы әртүрлі дедім, яғни смесовка және жуан жіп. Бұл жуан болғанда 100 грамда бір 230-дай ма екен. Алиса Ванагол классик бар ғой, сол сияқты примерно ұқсайды метражы сондай. Тез тоқылады, әдемі тоқылады, жұмсақ, жеңіл. Цветі былай қарағанда бір тек қана ашық персиковый, розовый сияқты, бірақ дегенмен де бұл бірнеше краплениялардан, яғни осындай түрлі қоспалардан тұрады. Қазір кішкене видеоға жақынырақ түсіріп түсін көрсетейін. Бұл жұмысты мен негізі өте ерте қыста бастағанмын, одан кейін аяғым ауыр болып, аяғым ауыр кезде бастағанмын, бірақ қолым тимей кетті соңына қарай. Сөйтіп осы жақында бітірдім. Көктемге қарай бітіріп едім. Қазір сыртта таңғы уақыттарда, кешкі уақыттарда киіп жүрмін. Маған өте қатты ұнап жүр. Қазір келесі видеодағы келесі жемпірімді көрсететін боламын. Ол свитер. Ол енді маған шынымен де қатты ұнайды. Жаңа мен айтқандай, осы свиттерден бір аздаған жіп қалған еді, сол жіптен мен повязка тоқиын деп едім. Сондықтан бұл мастер-класс болып шығуы мүмкін. Осы видеодан кейінгі видео соған арналады деп үміттенемін. Қатты ұзақ тоқылмауы тиіс негізі. Бұл двойная повязка дейді, яғни Астананың жеріне өте жақсы повязкалар. Тіпті кім жаңағы шапка бас киім киген ұнатпайды, соларға өте әдемі кету керек. Сондай алдағы уақытта мастер-класстар, лайв видеолар болады. Егер де алғашқы видеомды көріп тұрсаңыз, осы видеоны сіз қазір көріп тұрсаңыз, онда міндетті түрде подписаться кнопкасын басып, подписаться етіп қойсаңыз, маған өте бір приятно болатын еді. Өте қатты қуанып қалатын едім. Комментарий немесе лайк қалдырып кетіңіз.
алдағы күндерде жолыққанша бірге осындай қазақша YouTube каналын дамытайық, қазақша видеоларды, қазақша тоқыма каналдарын дамытуға үлес қосайық. Менде қазір уақыт аз, сондықтан кішкене қайталаусыз жазып жатырмын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.